Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында тандыр нанымызды жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге ең алдымен 250 мг жылы суымыз қажет болады. Артынша тұз және де шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл жерде біздің нанымыздың мөлшері 2 нанға арналады. Келесі біз бір ас қасық дрожжымызды да салып, жақсылап ерітіп алатын боламыз. 5-10 минутқа қалдырамыз. Еріген дрожжымыздың артынан сұйық майымызды да салып, жақсылап електен өткізілген ұнымызды да салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 2 сағатқа бетін жауып, жылы жерде қалдыратын боламыз. Бізде қамырымыз ашып, нанымызға дайын болуы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды, осылай көтеріліп шығады. Енді біз келесі нанымызды жасайтын боламыз. Бұл жерде қамырдан 2 нан шығатын болады. Сол себепті 2-ге бөліп, нанымызды зуаласын дайындайтын боламыз. Нанымызды осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Сосын барып алдын ала қазанымызды газдың үстіне қыздыртып алатын боламыз. Қазанның осылай қақпағында газдың үстіне қойып қыздырып аламыз. Қызып болған қазанның қақпағын осылай тақтайдың үстіне қойып, нанымызды қоятын боламыз. Ең алдымен біз нанымыздың қамырын астына сумен қолымызбен жағып алатын боламыз. Бұл біздің нанымыз түсіп кетпей, жақсы пісуі үшін қажет болады. Осылай үстіне қойып, қазанымыздың крышкасын үстіне қоямыз. Қойған қамырымызды жақсылап жан-жағын біркелкі етіп, домалақ етіп үстіне басып шығамыз. Сосын барып, үстіне нан ұрғыш немесе кез келген ас үйде табылатын шанышқының көмегімен үстінен басып шығатын боламыз. Міне осылай ең алдымен қазанның үстіне қоямыз. Осылай асты жағын басып болғаннан соң жұмыртқаның сарыуызын бетіне біркелкі етіп жағатын боламыз. Біз нанымызды осылай төңкергеннен соң біздің газымыздың асты қатты болмау қажет. Орташа отта осылай қызартып нанымызды пісіріп алатын боламыз. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, ұнаған болса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және де міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!